Сәлеметсіздер ме достар, бүгін мен сіздермен Еноки саңырау құлағын қытырлақ етіп қуыру жолымен бөлісемін. Ол үшін ең әуелі саңырау құлағымызды түбін кесіп, бір шайып жіберіп, үлкендеу ыдысқа салқын суды құйып, үстіне саңырау құлағымызды салып, ас қасықпен бір қасық тұз салып, тұзды суда жарты сағатқа қалдырамыз. Саңырау құлағымызды қуыру үшін міндетті түрде бұны құрғатуымыз керек болады. Өте қытырлақ болу үшін міндетті түрде видеоны басынан аяғына дейін қараймыз. Ең бірінші клярымызды дайындаймыз. 4 ас қасық ұн саламыз. Барлық затты көз өлшеммен сала берсек жарайды. Қызыл бұрыш, аздап тұз және де қант. Паприканы басқаларға қарағанда көбірек қосып жатырмын, өйткені қызыл түсті болу үшін. Егер сіз сары болған қаласаңыз, онда паприканың орнына куркума қолдансаңыз болады. Приправаларымызды жақсылап ұнға араластырып, 100-150 граммдай газдалған су құйып араластырамыз. Бұл жерде мен Алекс сарағашты қолданып жатырмын. Өз қалауыңызға қарай өзіңіз тұтынатын газдалған суды қолдана бересіз. Клярымызды жақсылап араластырамыз. Дәл осындай өте сұйық емес, немесе қою емес болу керек. Өте жұмсақ және де тұз бен суға ғана иленген қамыр. Қамырымызды жақсылап жұп-жұқа етіп жазып аламыз. Өзімізге ыңғайлы етіп, кесіп, бөліктерге бөліп, қамырымызды бір шетке қойып, тұзды судағы саңырау құлағымызды алып, оны қамырымызға бір ғана ораймыз. Одан көп қажет емес. Піскен кезде қытырлақ болмай қалады. Міндетті түрде саңырау құлақпен қамырымызды құрғатып аламыз. Еноки саңырау құлағын тұзды суға салғаннан кейін, қамырға орамай тұрып, немесе орағаннан кейін міндетті түрде осылай саңырау құлағымызды құрғатып алуымыз қажет. Суы аққан саңырау құлағымызды клярымызға аунатып, қызып тұрған майда екі жағында қызартып, пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған қытырлақ қажет десеңіз, осылай жіңішке етіп орайсыз. Тамсынай. Егер де маған тым қатты қытырлақ керек емес десеңіз, осындай жуандау қылып орайсыз. Сіздің орауыңызға байланысты пісіп шығады.